Қойнауы қара алтынға бай. Тұрғындары ең көп айлық алатын Атыраудың 77%-ы көгілдір газбен, 78%-ы ауыз сумен қамтылған. Облыста 3 ауысымда білім беретін мектептер атымен жоқ, ал мектеп жасына дейінгі балалардың тең жартысы балабақшаға барады. Бұл аз болса, келер жылы өңірдегі жетімдерге түгел баспана беріледі. Бүгін Астанаға есеп беруге келген Бақытқожа Үзмұхамбетов өз баяндамасын дәл осылай бастады. Әрине, сөздері әдемі, статистика керемет сөйлейді, ал аймақтың тыныс-тіршілігі туралы тереңірек қала берді. Айтылған көрсеткіштердің дұрыс бұрыстығы жайында алдағы 15 минутта әңгімелеспекпіз. Студия қонағы Атырау облысы әкімінің орынбасары Шыңғыс Мұқан. Шыңғыс Жұмабекұлы, студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы кеш. Бәрімізге белгілі, Атырау еліміздің мұнайлы аймақтарының бірі, ал қара алтын бағасының соңғы кездегі құлдырауы сәйкесінше өңірдің тыныс-тіршілігіне, әлеуметтік-экономикалық жағдайына өз әсерін тигізбей қоймайтыны анық. Осы тұрғыда сұрайын дегенім, енді Атырау облысы осы тығырықтан шығатын жолды тапты ма? Аймақ әлемдік дағдарыспен қалай күресіп жатыр? Сұрағыңыз өте орынды. Мұнай бағасы безбенделмей тұрған қазіргідей уақытта Атыраудың қол жүріп тұр деп айтсақ шындыққа жараспас. Дегенмен халықтың басына селебе түсті деп те айта алмаймыз. Рас, мұнайдың бағасы азайған соң мұнай компанияларының табысы да көбеймейді. Сондықтан кейбір шығындарын мұнай компаниялары азайтып, бүгін жұмсамаса да болатын шығынды ертеңге қалдырып жатқаны рас. Сонымен қатар мұнай компанияларының төңірегінде қызмет көрсететін түрлі мекемелер бар. Сол мекемелерінде тапсырысы азайып келеді. Дегенмен қазіргі экономикалық, әлеуметтік картаға қарайтын болсақ, бүгінгі таңда мұнайдың бағасының арзандауынан Атырау көп зардап шегіп отыр деп айта алмаймыз. Біріншіден, ең бірінші көрсеткіш жұмыссыздық. Адамның жұмысы болса, өзінің отбасын асырайтын жағдайы болады. Жұмыссыздыққа келетін болсақ, 5% жұмыссыздық былтырғы деңгей, бүгінгі деңгей сақталып отыр. Ал жастарға келетін болсақ, жастардың жұмыссыздығы 2%. 2%, ал республика бойынша орташа деңгей 4%, мен білуімше. 4%-дан жоғары. Демек, 2 есе төмен деген сөз. Дегенмен, дағдарыстың аты дағдарыс, елбасының тапсырмасына байланысты өңір басшылығы, Атырау облысының әкім Бақтықожа Салахаддинұлы бүгінгі пресс-брифингінде үлкен 2 бағытта жұмыстар жасалып жатқанын атап өтті. Ол ең бірінші экономиканы диверсификациялау арқылы жұмыссыздықты болдырмау, жұмыс орындарын ашу. Бұл бағытта күні бүгінге индустриалдық инновациялық бағдарлама бойынша 100 миллиард теңге тұратын 41 жоба іске қосылды. Олар қазір жұмыс жасап жатыр. Оның төңірегінде шағын және орта бизнес топтасты. Бұл бірінші бағыт. Екінші бағыт азық-түлік қауіпсіздігі. Арпа, бидай ас екен, алтын, күміс тас екен деп елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Атырауға келіп шаруалармен кездескенде осы қазақтың мақалын, уақыт дәлелдеп келе жатқан мақалын қайталаған болатын. Шынында да қандай дағдарыс болса да, халықтың ішіп-жемі мол болса, алар еңбек ақысы өзінің шығындарына жетіп жатса, ол дағдарыс әрине оңай өтуге болады. Сонда екінші бағыты ауыл шаруашылығын қолдау. Екінші бағыты ауыл шаруашылығын қолдау. Бұл бағытта көптеген жобалар жүзеге асып жатыр. Мәселен, 2 жұмыртқа шығаратын өндіріс орны ашылды. Жылына 100 миллион жұмыртқа шығарады. Ал облыстың тұтыну қажеттілігі 68 миллион. Демек, артылып қалады. Қазіргі күнде артылып қалған жұмыртқалар Маңғыстауға сатылып жатыр. Сондай-ақ сүт бағытында, ет бағытында адамға аса қажетті әлеуметтік тауарларды шығаратын жобалар
күннен күнге көбейіп келе жатыр. Мына ірі кәсіпорындардың жағдайы айтпаса да түсінікті, ал енді мына орта және шағын кәсіпкерлікке қолдау қандай? Бұл бір жолға қойылған ба? Өйткені елбасы жолдауында осы мәселені бірнеше рет тіліне тиек еткен болатын. Шағын және орта кәсіпкерлікті қолдау саясаты бүкіл мемлекет деңгейінде бірегей, барлық өңірлер бір бағдарламамен жұмыс жасайды. Бизнестің жол картасы бар, ауыл шаруашылығы бағдарламасынан туындаған қолдаулар бар, жұмыссыздық бағдарламасы бар осы бағдарламаларда. Егер құр сөзбен айтпай цифрларға жүгінетін болсақ, шағын және орта бизнес өнім шығару бойынша да, тіркелген мекемелер бойынша да, адам саны бойынша да кеміген емес. Бүгінгі таңда 113 мың адам осы шағын және орта кәсіпкерлікте еңбек етеді. Бұл дегеніңіз еңбекке жарамды, экономикалық қабілетті атыраулықтардың 3-тен 1-і, демек 3 адамның 1-і осы шағын және орта кәсіпкерлікте еңбек етеді. Ал енді мына әңгімемізді әлеуметтік салаға бұрсақ, енді Атырау біздің білуімізше мұнайлы газды аймақ, бірақ солай бола тұра мына өңірде әлі газ жетпеген, жол мәселесі әлі бір жолға қойылмаған ауылдар бар, шалғай жатқан ауылдар. Жаңағы сөзіме мысал келтіріп кетейін, бұл Құрманғазы аудандағы Сүйіндік ауылы, Жанбай деген ауыл бар. Енді осындай шалғайда жатқан шағын ауылдарды көтеру мәселесі, осыларға көмектесу мәселесі қалай шешіледі? Кез келген пікір салыстырғанда анық көрінеді. Мәселен, Қазақстанда 100% сумен қамтып тастаған, 100% газ жеткізіп тастаған ешқандай өңір жоқ. Дегенмен тәуелсіздік жылдары инфрақұрылым барынша молынан қалыптасты. Мәселен, Атырауда қазір 77% елді мекен, халықтың санына шақсақ 97% халық таза ауыз су тұтынып отыр. 97%. 97 халықпен санасақ. Ал газға келетін болсақ, 77% газ және 97-98% халық газ тұтынып отыр. Енді қазір шағын ауылдар қалды. Халқының саны 500-ге жетпейтін ауылдар. Ол экономикалық жағынан қаншалықты тиімді, оны әлі санамалау керек. Ал Құрманғазы ауданына келетін болсақ, биыл бұл ауданның 13 ауылы көгілдір отынға қосылады. Биыл болғанда 2016 жылы. Осы жылдың соңына дейін, осы жылдың соңына дейін басы қосылып та жатыр. Ал Азғыр өңіріне келетін болсақ, шынында да Азғыр өңірі өте бір ерекше өңір. Полигонның орны аудан орталығының өзінен 300 шақырым қашықта, жолдың жағдайы түсінікті. Енді ол жаққа инфрақұрылым жеткізуде оңай емес. 10 мыңның үстінде халқы бар өңір, бірақ соған қарамастан облыс басшылығы мынау Ресеймен шекаралас аймаққа жағдай жасамасақ, халқы көшіп кетіп, шекарамыз жалаңаштанып қалуы мүмкін деген қауіппен сол аймаққа газ жеткізудің қазір жобасын міне аяқтап қалды. Келесі жылы осы жобаны жүзеге асыру қарастырылып отыр. Жоспар бар, енді нақты істер де атқарылып жатыр дейсіз. Жоспар бар, ниет түзу, оған қаржы да қарастырылуда. Ал енді мына жолдың жағдайына тоқталсақ, жаңағы брифингте, бүгін өткен брифингте жолдың 36% қанағаттанарлықсыз жағдайда деген пікір айтылып қалды. Енді осы мәселе қалай шешілмек? Жол, су, тоқ, газ барлығы негізгі адам қажеттілігіне, адам қажет инфрақұрылым. Жолға келетін болсақ, облыстық маңызы бар жолдардың соңғы 3 жылда жөнделіп, қанағаттанарлық деген категорияға енгені 36%-дан
47%-ға дейін күні бүгін көтеріліп отыр. Соңғы 3 жылда 600 шақырым облыстық маңызы бар жол жөнделген. Ал республикалық маңыздағы жол Атырау облысы бойынша 900 шақырым. Енді Оралға дейінгі жол жақсы. Ал енді мына Нұрлы жол бағдарламасы аясында соғылып жатқан Атырау-Астрахань тас жолының жағдайы қандай? Оралға дейінгі жолды айттым ғой. Маңғыстауға дейінгі жол Жылой арқылы жақсы. Енді үлкен бағыт Ақтөбеден Атырауға, Атыраудан Астраханьға баратын үлкен күретамыр жолдың жағдайы өте нашар. Елбасы жариялаған Нұрлы жол бағдарламасына бұл жол кіріп, еніп, халық үлкен ілтипатпен, қуанышпен қабылдады. Шынында да бұл үлкен күретамырдың бойында облыс халқының жартысы орналасқан десек қателеспейміз. Атырау-Астрахань тас жолының бойында. Атырау, Ақтөбе, Астрахань. Түсінікті. Ал енді тағы бір өзекті мәселе, мына елімізде 2017 жылы үлкен халықаралық көрме өтеді, Астана Экспо. Осыған өңірдің дайындығы қандай жаңағы сый, көрмеге қоятын жабдықтар деген сияқты дайындық барысын айтып берсеңіз. Бұл тақырып өте өзекті тақырып. Атырау облысы бойынша 2-3 жел станциясы және 2 күннен қуат алатын станция шетелдік әріптестермен бірге жасақталып жатыр. Осылардың барлығының қуаты 220 мегаватт. Ол деген сөзіңіз, егер осы 5 станция қосылатын болса, Атырауға қажетті электр қуатын жартысын қажеттілігін өтейді деген сөз. Қашан іске қосылады енді ол? Бұл жоба жасақталып жатыр. Осы бұйырса 17-ші жылға таман Экспоның қарсаңында іске қосыла бастайды деген жоспарымыз бар. Бұдан бөлек, бүгінгі брифинг барысында мына Атырауда ТМД-да теңдесі жоқ фармацевтикалық зауыт соғылатын туралы айтылды. Енді осының құрылысы қашан аяқталады және осы зауыт еліміздегі дәрі-дәрмек бағасының арзандауына бір кішкене болса да серпін бере ме? Жалпы бұл өте әлеуметтік тұрғыда маңызды жоба. Атырауда үлкен бір сала ашылып жатыр. Бұл фармацевтика. Зауыттың құрылысы қазір қарқынды жүріп жатыр. Көлемі 45 мың шаршы метр. Бастапқыда 50-ден аса дәрі-дәрмектің түрі шығарылады. 50-ден аса? 50-ден аса. Әлемнің ең озық компаниялары бұл жобаға қатысып жатыр. Үндістан, Чехия және Германия кәсіпорындары. Алдағы уақытта ол дәрі-дәрмектің көлемі ұлғая түседі әрине. Бірақ бір нәрсені баса айтып кеткім келеді. Бұл дәрілер GMP деген халықаралық стандарт бар. Сол стандартпен шығарылады. Демек, бұл дәрі әлемнің кез келген түкпірінде, кез келген дәріханасында сатылатын құқыққа ие болады. Әрине, ондай дәрі Қазақстаннан шығарылып жатса, бағасын қатты арзандап кетпесе де, біз шетелден келетін дәрілердің бағасына тәуелді болмаймыз деп айтуға болады. Шыңғыс Жұмабекұлы, өкінішке орай бізге берілген уақыт шектеулі. Сондықтан осылай студиямызға келіп, ой пікіріңізбен бөліскеніңізге үлкен алғыс айтамыз. Ал көрермендерге айтарым, еске сала кетейік, бүгін бізде қонақта Атырау облысы әкімінің орынбасары Шыңғыс Мұқан болды.